Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай витаминге бай кешкі ас дайындайтын боламыз. Өзбек халқының сүйіп жейтін асының бірі. Ол үшін ең алдымен өзімізге осылай керекті заттарымыздың барлығын жуып дайындап аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қалауларыңыз бойынша ұзынша немесе төрт бұрышты етіп турасаңыздар болады. Қызып тұрған майымызға етімізді салып қызарғанша қуырып аламыз. Бетін осылай жауып тұрып қуырып алыңыздар. Міне етімізді қуырып алдық. Ендігі кезек үстінен пиязымызды салып, оны да осылай сары түске енгенше қуырып алатын боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне сап-сары әдемі болғанша қуырып алдық. Енді үстінен осылай сәбіздерімізді салып, оны да 2-3 минуттай қуырып жібереміз. Енді пиязымыздың үстінен картоптарымызды салып, оны да кішкене 1-2 минуттай қуырып алатын боламыз. Үстінен болгар бұрыштарын саламыз. Үстінен тұз саламыз. Және машымызды жуып тазалап, осылай қосып жіберетін боламыз. Алдын ала суыңызды қайнатып дайындап қойыңыз. Бір ас қасық томат қосамыз. Және де үстіне суымызды қойып, жай отта қайнатып алатын боламыз. Етіміз піскенше қайнатамыз. «45 минуттай қайнатсаңыздар жеткілікті. Әдемі болып қайнап шықты.
үнем ашымызды етімізді пісуге жақындап қалған кезде үстінен осылай күрішімізді салып жібереміз. Жақсылап араластырып, тағы да 25-30 минутқа жай отта қайнататын боламыз. Осымен біздің асымыз дайын. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.